Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Мансия, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен өзімнің таңғы асқа дайындайтын сүйікті екі оладушкидің рецептімен бөлісемін. Бұл сырный оладушки және де яблочный оладушки, яғни сыр қосылған, екіншісі алма қосылған оладушкидің рецептілері. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, осылай дайындап көріңіздер. Каналыма тіркелмегендеріңіз болса, міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Ендеше бірінші құймақты дайындауға кірісейік. Сырный оладушки дайындау үшін бізге 1 стакан айран, 1 жұмыртқа, жүгері ұны, үкіштен өткізілген сыр және де көк шөп қажет болады. Мен петрушка мен укропты пайдаланамын. Үлкен шұңғылдау ыдысқа 1 стакан айранды құямыз. Оған 1 жұмыртқаны салып, жақсылап араластырамыз. Оның үстінен диеталық ұн, жүгері ұнын қосамыз. Басқа да кез келген диеталық ұн пайдалансаңыздар болады. Үкіштен өткізілген сыр саламыз. Менде бұл сулугуни сыры, майлылығы аз, және де көк шөп қосамыз. Дәміне қарай тұз қосамыз. 1 шай қасықтай разрыхлитель қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Консистенциясы қою қаймақтыкіндей болуы қажет. Сонда жақсы құймақтар шығады. Табаны алдын ала қыздырып аламыз. Табаға кішкене май жақсаңыздар да болады, немесе жақпасаңыздар да болады. Егер табаныз антипригарны болса, май жақпай-ақ қоюға болады. Осылай 1-2 ас қасықтай салып, екі жағынан шамамен 2-3 минуттай қызартып пісіріп аламыз. Иесі аңқып, өте керемет дәмді оладушкилар менде дайын болды. Өзіме осы сырный оладушки қатты ұнайды. Мінекей достар, осындай рецептпен сырный оладушки міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте жұмсақ, өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде қаймақпен жеңіздер, одан сайын дәмді болады. Достар, менің каналымда сондай-ақ таңғы асқа дайындауға болатын сырный блинчикидің рецепті бар. Міндетті түрде жоғарыда сілтемені басып көрсеңіздер болады. Екінші рецепт бұл алма қосылған құймақтың рецепті. Мен жақсы көретін екінші құймақтың рецепті. Соңына дейін дайындалуын қараңыздар. Бізге қажетті дәл сол ингредиенттер: 1 стакан айран, 1 жұмыртқа, диеталық ұн, тек айырмашылығы тәтті дәм келтіру үшін табиғи бал және де алма қосамыз. Ең алдымен алманы осылай видеодадай тазалап аламыз. Міндетті түрде алманың сыртын алып тастаймыз. Енді өте ұсақ қылып 4 бұрыш етіп тураймыз, немесе үкіштен өткізсеңіздер де болады. Барлық ингредиенттерді үлкен шұңғылдау ыдысқа қосамыз. 1 стакан айран құямыз, жұмыртқа қосып жақсылап араластырып аламыз. 5 немесе 6 қасықтай диеталық ұн қосамыз. Менде жүгері ұны. Және дәмін келтіру үшін корица қосамыз. 1 шай қасықтай қоссаңыздар жеткілікті. 1 шай қасықтай разрыхлитель қосамыз. Және жақсылап араластырып аламыз. Корица қосу міндетті емес, қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар болады. Енді тәтті дәм беру үшін табиғи бал қосамыз. 1 шай қасықтай қоссаңыздар жеткілікті. Және туралған алмаларды қосамыз. Енді жақсылап араластырамыз. Бұл құймақтың да консистенциясы қою қаймақтай болуы қажет. Табаны алдын ала қыздырып аламыз және 1-2 ас қасықтай осылай саламыз. Шамамен 2-3 минуттай күтіп, асты қызарған соң екінші бетіне аударып аламыз.
Құймақты орташа отта пісіреміз, қатты күйіп кетпеуін қадағалаймыз. Мен таңғы асқа осындай оладушки, панкейки және блинчики дайындағанды қатты жақсы көремін. Қазір сіздерге өзімнің ең жақсы көретін панкейктің рецептісімен бөлісемін. Міндетті түрде жоғарыда сілтемені басып, панкейктің дайындалу рецептін қарап көріңіздер. Міне біздің екінші өте дәмді құймақтарымыз дайын болды. Яблочный оладушки. Бұндай өте дәмді оладушкиларды мен табиғи балмен немесе тосаппен қоса жегенді ұнатамын. Өте жұмсақ, өте дәмді. Міндетті түрде осылай дайындап көріңіздер. Егер сырный оладушкиді мен қаймақпен жегенді ұнатсам, яблочный оладушки тосаппен жеген өте дәмді шығады. Достар, бүгінгі видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгінгі видео сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын, рецепттер ұнады деп ойлаймын. Сондықтан міндетті түрде лайк күтемін. Каналыма тіркелмегендеріңіз болса, барлығыңызды каналыма тіркелуге шақырамын. Менің каналымнан көптеген оңай, дәмді әрі пайдалы рецепттер таба аласыздар. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сол кезде менің жаңа шыққан видеоларына сіздерге бірінші болып уведомление келеді. Әрі менің каналымда көптеген плейлисттер бар. Осы жерден таңғы асқа, түскі ас, кешкі асқа дайындалатын рецепттер, басқа да көптеген дәмді, ыстық тағамдар мен тәтті тағамдардың рецептін таба аласыздар. Сіздермен болған Мансия, қош сау болыңыздар.